Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге тауық еті қосылған киш дайындаймын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең бірінші, електен өткізілген ұн қажет. Үстіне салқын сары майды саламыз. Қолымызбен үгітеміз. Және осы жерде бір дана жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты, бірақ міндетті түрде описание бөлімінде жазып қоямыз. Оны ұмытпаңыздар. 2 ас қасық салқын су қажет. Кезекпен құйып, қолымызға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын қамырды 20 минутқа демалдырып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. 20 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Саңырауқұлақты тазалаймыз, жумаймыз, жай ғана сыртын қабығын алып тастаймыз. Тауықтың етін кішкентай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Саңырауқұлақты жартылай сақина етіп кесеміз. Содан кейін пиязды да жартылай сақина етіп кесеміз. Табаға, яғни сковородкаға зәйтүн майын құямыз, қыздырамыз. Тауық етін саламыз. Пиязбен жақсылап араластырып, шырыны шыққанша қуырып аламыз. Саңырауқұлақты саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, универсальный дәм қосар. Салып 3-4 минут бетін жауып қуырып аламыз. Оттың астын төмен қойып 8-7 минут бұқтырамыз. Дайын болғанда бөлек ыдысқа суығанша салып қоямыз. Енді соусын дайындаймыз. 20%-дан жоғары сливки қажет. Үгітілген ірімшікті саламыз. 1 дана жұмыртқа, шым-шым тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, барлығын араластырамыз. Дайын болды. Енді қамырды дөңгелек жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайғанда өзіңіздің формаңызға қарай жаясыз. Менде форманың диаметрі 20 см. Форманың асты жабысып қалмас үшін манный каша, манка немесе ұн сеуіп қойсаңыздар да болады. Қамырды орналастырып шығамыз. Шет жақтарын тегістеп, қалған қамырды табаны болатын жерге қойсаңыздар да болады. Себебі бұл қамыр кішкентай ғана қалып қалады, оны сіздер ешқайда қолдана алмайсыздар. Сондықтан табаны болатын жерге астына қарай қоя салсаңыздар да болады. Енді жаңағы қуырылған тауықтың етін саламыз. Барлық жағына орналастырып шығамыз. Үстіне шет жақтарына бүкіл жеріне бірдей болатындай көз мөлшерімен соусты құямыз. Қалауларыңызша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен үстіне қызанақ пен ірімшік қойып шықтым. Осы тұрған жерінде 200 градуста пеште 30-35 минут, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 30-35 минут уақыт кетеді. Осы қамырмен және осы соуспен өздеріңізге қалаған салманмен алмастыруға да болады. Мысалға, ішіне қызыл балық қосып, брокколи, цветная капуста қоссаңыздар да болады. Тауық етінен жасалынған киш дайын болды. Ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерге барлығы болады. Егер рецепт ұнаса, комментарийға өз пікіріңізді жазыңыз.